Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бересіңдер. Балалар, алдымен болымды және болымсыз етістіктің ережесін еске түсірейік. Етістік болымды және болымсыз болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жүзбе, жазба. Олай болса, берілген етістіктерді оқиық. Бұл етістіктерді болымды және болымсыз түрлеріне ажыратайық. Айқайлама. Болымсыз етістік. Жетеле. Болымды етістік. Ұмытпа. Болымсыз етістік. Тұрғыз. Болымды етістік. Ойна. Болымды етістік. Шаршама. Болымсыз етістік. Өрнекте. Болымды етістік. Ашылма. Болымсыз етістік. Секірме. Болымсыз етістік. Жүгір. Болымды етістік екен. Жарайсыңдар балалар. Енді сендер болымды және болымсыз етістіктерді ажырата аласыңдар деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастырамыз. Төле би. Төле би кім болған? Бұл сұрақтың жауабын келесі мәтіннен біле аламыз. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылды. Төле би орта жүздің биі Қазыбек бимен, кіші жүздің биі Әйтекемен бірге Әз Тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты көптеген нақыл, мәтел сөздер халық арасына кең тараған. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Төле бидің кім екенін айт. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері болған. Ол билікке неше жасынан бастап араласты? Ол билікке 15 жасынан бастап араласты. Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле би Тәуке ханның басты кеңесшісі болды. Мәтіннен тірек сөздерді табыңдар. Тірек сөздер негізгі ойды жеткізуге көмектеседі. Сол арқылы әңгіменің мазмұнын еске түсіруге болады. Тірек сөздерді кілт сөздер немесе негізгі сөздер деп те атайды. Яғни, тірек сөздер мәтінге негіз болатын сөздер екенін естеріңе сала кетейін. Ал енді мұндағы тірек сөздер төле би, ұлы жүз, шешен, әділдік, кеңесші, Тәуке хан, Қазыбек би, Әйтеке би, билік және нақыл сөз екен. Балалар, төле бидің даналығы, шешендігі, нақыл сөздері ел арасына кең тараған. Соның бір мысалы, 9 жасар жетес деген бала 90-дағы төле биге сәлем бере барыпты. Сонда төле би былай деген екен: бата басқа, қына тасқа, ақыл жасқа бітеді. Не қалайсың балам? Депті. Сонда жетес бала: о баба, ат берсеңіз өліп қалады, тон берсеңіз тозып қалады. Атқа, тонға бергісіз, өлмейтін, өшпейтін, өмірі естен кетпейтін бір өсиет айтсаңыз, соған ризамын, депті. Онда қолыңды жай балам, деп төле би. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол, деп бата беріпті. Төле би аталарының батасын жаттап алыңдар. Енді батадан етістіктерді табайық. Бол және болма. Мұндағы бол болымды етістік, болма болымсыз етістік екен. Сабағымызды жалғастырамыз. Енді мына тапсырмада берілген етістіктерді оқиық.
жалтақта, жүгір, көшір, сығала, мазала, сыбырла. Бұлар қандай етістік? Дұрыс айтасыңдар, болымды етістік. Енді осы болымды етістіктерді болымсыз етістіктерге айналдырып жазайық. Жалтақтама, жүгірме, көшірме, сығалама, мазалама, сыбырлама. Енді сөз құрамына талдайық. Жалтақ түбірі, тама, жұрнақтар. Жүгірме, жүгір түбірі, ме, жұрнақ. Көшірме, көшір түбірі, ме, жұрнақ. Сығалама, сығала түбірі, ма, жұрнақ. Мазалама, маза түбірі, ла, ма, жұрнақтар. Сыбырлама, сыбыр түбірі, ла, ма, жұрнақтар. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, нақыл сөз дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Иә, балалар, нақыл сөз мағынасы терең, ойды қысқаша бейнелейтін, мақал мәтелге ұқсас, айтуға оңай көркем сөз тіркесі. Бұл нақыл сөзді қазақ халқының шешендерінің бірі Жанқұтты шешен бізге өсиет қылып қалдырған екен. Балалар, нақыл сөзді түсініп оқиық. Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды. Бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды. Надандықтың белгісі өзін өзі мақтайды. Көкірегі соқырға, өмірде таң атпайды. Шешеннің сөзі дария, қап түбінде жатпайды. Осы нақыл сөздерден етістіктерді табайық. Айтсаң, тоқтайды. Айтсаң, ұқпайды, мақтайды, атпайды және жатпайды. Енді сөз құрамына талдайық. Айтсаң, айт түбірі, саң жалғау. Тоқтайды, тоқта түбірі, и жұрнақ, ды жалғау. Ұқпайды, ұқ түбірі, па, и жұрнақтар, ды жалғау. Мақтайды түбірі, мақта, и жұрнақ, ды жалғау. Атпайды түбірі, ат, па, и жұрнақтар, ды жалғау. Және жатпайды, жат түбірі, па, и жұрнақтар, ды жалғау. Жарайсыңдар балалар, дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Балалар, алған білімімізді қайталау үшін келесі кестені толтырайық. Кестеде сендерге таныс етістіктер берілген. Негізгі етістік, туынды етістік, болымды етістік және болымсыз етістік. Етістік сөздер ақылдас, секірме, арала, оқы. Әр қайсына сәйкес келетін сөздерді тауып белгілейміз. Ақылдас, туынды етістік, секірме, болымсыз етістік, арала, болымды етістік, оқы, негізгі етістік екен. Сонымен, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтадыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бердіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.